Сәлем достар, мен сіздерге бүгін екі фантурада тоқылған резинканың жабудың бір тәсілін көрсетемін. Ол үшін біздер астыңғы фантурадағы ілмекті үстіңгі фантураға шығармай қалай тұр солай жабуды көрсетемін. Бірінші мына үстіңгі фантурадағы ілмекті крючок деп алайық. Осы крючокқа шығарып аламыз. Жоғары фантурадағы ілмекті крючокқа шығарып аламыз. Сосын через колок жабамын. Через колок жабамын. Содан кейін крючогымызды төмен қаратып, төмендегі фантурадағы ілмекті шығарып аламыз. Кері қайырамыз. Содан кейін мына келесі колок арқылы осылай жабамыз. Ары қарай кете береді. Мына үстіңгі фантурадағы ілмекті крючокқа шығарып аламыз. Через колок жабамыз. Крючокты төмен қаратып, төмендегі фантурадағы ілмекті шығарып аламыз. Бұлай крючогымызды жоғары қаратып аламыз да, через колок жабамыз. Сосын үстіңгі фантурадағы ілмекке кері қайтып келеміз. Үстіңгі фантурадағы ілмекті ілеміз, жабамыз. Крючогымызды төмен қаратып, төмендегі фантурадағы ілмекті іліп аламыз, жоғары қаратамыз. Сосын через колок жабамыз. И сосын келесі ілмекке, жоғарда фантурадағы ілмекті петля уловитель дейді, мен крючок деп айта салайын. Крючокқа іліп аламыз да жабамыз. Төменгі фантурадағы ілмекті ілеміз. Крючокқа іліп алдық. Бұлай крючогымызды жоғары қаратып алдық та, через колок жабамыз. Осылай етіп резинка бізде жабылады. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Жапқан жағымды мен сіздерге көрсетіп кетейін. Міне, мынандай болып, әп-әдемі болып жабылып жатыр. Мына менің жапқан резинкам екі фантурада. Андай болып шықты.